Бәріне сәлем оқушылар, бүгін сіздермен English Plus-тың 29-шы бетіндегі Job Description тақырыбын талқылайтын боламыз. Каналға бірден тіркеліп, комментарийге рахмет деп жазып кет, себебі мына жақта видеолар өте көп. Сонымен бастаймыз. Бірінші тапсырмада дұрыс реттілікті таңдауымыз қажет, яғни қайсысы дұрыс. Бастадық. Мен қазір жазып отырамын, сендер бірге орындандар, иә балалар. Ben has got a camera, but he doesn't take a lot of photos, яғни бірде бар болады. Бенда камера бар, бірақ ол көп суретке түсіре алмайды дейді. 2. It is important to protect animal elephants because they are in danger. 2-де because болады. Бұл маңызды сақтау, қорғау пілдерді because себебі олар қауіпте. 2-де because болды. 3-ке келдік. Bears sometimes catch fish in rivers or lakes дейді. Аюлар кейде балықтарды ұстайды көлдерден немесе өзендерден. 4. Wolves are in danger because there is a lot of pollution in the sea. Яғни киттер қауіпте тұр. Өйткені себебі теңіз ластанып жатыр. 5-ке келдік. Falcons eat animals, but they don't usually eat fruit. Сұңқарлар жануарларды жейді, бірақ олар әдетте жемейді фруктыларды. Бат болады, бірақ бұл балалар мына жерде қараңдаршы, сұңқарлар жейді жануарларды, бірақ олар фрукты жемейді. Ары қарай кеттік. 6-да болады. The seals are swimming to the beach and there is a shark in the sea. Because болады балалар. Итбалықтар жағада жүзіп жатыр. Өйткені теңізде теңізде акулалар жүр екен, яғни акулалардан қашып жағажайда жуынып жатыр. Балалар айбетпендермен мына жерде жазылмай қалған екен, сол себепті осылай жаздым. 2-ші тапсырмаға келдік. 2-ші тапсырмада сәйкестендіру, мен тек қана жауабын оқып бере салайын. 1-де B болады, 2-де C болады, 3-де E болады, 4-де D болады. Екеуін былай сәйкестендіріп көшіріп алсаңдар дұрыс. Ары қарай кеттік. 3-ші тапсырмада мына тапсырманы толық орындайық. 3-ші тапсырмада мінекей мен жауабын дайындап бердім. Міне қараңдар балалар. Мынаны бүйтіп алыстатайын. Көрініп тұр ма? Яғни бірде zoo assistant болады. 2-де he works at Drusilla's family zoo. Яғни ол Друзилланың отбасы сапаркінде жұмыс жасайды United Kingdom'да. Арғай. 4-де Ali works at the zoo from Monday to Friday. Яғни дүйсенбіден жұмаға дейін Али жұмыс жасайды екен осы зоопаркта. He gets up early because he starts work at 6 o'clock. Яғни ол өте ерте оянады, себебі ол жұмысын бастайды екен 6:00-де. Every day he cleans the parrots' cages, helps in the cafe, chats on visitors. Яғни ол әр күнде жаңағы папугайлардың клеткасын тазалайды екен, кафеде көмектеседі екен, келушілермен әңгімелеседі екен. Арғай. 8. He has lunch in the cafe. Ол түскі асын кафеде ішеді. At the moment, he is giving food to elephants. Қазіргі сәтте ол пілдерге тамақ беріп жатыр. He thinks this job is fun. He says really like the elephants because they are always friendly. Ол өзінің жұмысын жақсы көреді, себебі өйткені ол ойлайды шынымен де пілдер өте досшыл деп. Енді 4-ші тапсырмаға келдік. 4-ші тапсырмада мына берілген сөздермен текст құрастыруымыз қажет. I'm wildlife photographer. Мен жабайы өмірді суреттейтін суретшімін, яғни фотографпын. I travel to many countries to take photos of families of animals in their natural homes. Яғни мен көп саяхаттадым, көптеген мемлекеттерге суретке түсіру үшін жануарларды олардың табиғи үйлерінде, табиғи ортасында. I get up early because I like to take pictures in the morning. Мен таңертең ерте тұрамын, өйткені мен жақсы көремін суретке түсіруді таңғы таңда. I often wait for hours to see rare animals. Мен көп сағаттар бойы күтемін, мен жиі сағаттар бойы күтемін
көру үшін сирек жануарларды. It's an exciting job because I love animals and nature. Бұл өте әсерлі жұмыс, өйткені мен жақсы көрем жануарлар мен табиғатты, дейді. Балалар, жалпы сабақ ұнаса каналға тіркелуді ұмытпа, комментарийге рахмет деп жазып кет. Goodbye, have a nice day.